Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін асқабақтан самса жасап көрсетемін. Салмасына асқабақ салып жасайтын боламыз. Міне самсаларымыз өте әдемі, дәмді болып шықты. Қалаған кезіңізде жасап жесеңіз болады, әрі жеңіл. Асқабақ адам денсаулығына пайдалы көкөніс, сондықтан бұл самсаны жиі жасап жеп тұрсаңыздар да болады. Дәмі өте керемет дәмді болып шықты. Менің көрсеткенімдегідей жасасаңыздар бәрі дұрыс шығады. Каналыма тіркеліп лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар, еңбегімді бағалап кетіңіздер. Асқабақ қосылған самсаның құрамы өте қарапайым заттардан тұрады. Ол үшін бізге қажетті заттар: ақпияз, асқабақ және құйрық май, қойдың құйрық майы. Құйрық майды жұқа бөлшектерге бөліп тураймыз. Асқабақ самсаға құйрық май қоссаңыздар, дәмі өте әдемі болып шығады. Сондықтан міндетті түрде құйрық майды қосыңыз. Құйрық майды өте жұқа етіп турасаңыздар, дәмі білінбейді. Енді алдымен асқабақтарымызды турап аламыз. Асқабақты осылай бөлшекке бөлеміз. Асқабақты үккіштен өткізіп жасасаңыздар да болады, тез болуға оңай, бірақ маған осылай кубиктап турап жасаған ұнайды. Ерінбесеңіз, кубиктап турасаңыз әдемі болып шығады. Міне асқабақтарымыздың бәрін осылай әдемілеп кубиктап аламыз. Асқабақты турап болдым. Енді ақпиязымызды кубиктап тураймыз. Алдымен осындай бөлшектерге бөліп, жұқалап кубиктап тураңыздар. Ақпияздан соң құйрық майымызды тураймыз. Құйрық майды да өсті бөлшектерге бөлесіздер, бұнда кубиктап майдалап турайсыздар. Міне құйрық майымыз турап болдық. Енді бұған тұз, бұрыш, шекер және сұйық май құйып жақсылап араластырасыздар. Араластайын болған салмамызды біраз біріне дәмі сіңгенше қойып қоямыз. Одан соң мен дайын қамырмен жасадым. Алдымен қамырларымызды осылай жұқалап жайып аламыз. Самсаның қамырының жасалу жолын келесі видеоларда салып көрсетемін. Міне осылай салмамызды салып, қамырды үш бұрыштап бүктейміз. Маған осылай үш бұрыштап бүктеген ұнайды, және де 2-3 түрін сіздерге көрсетемін. Мына бүрмелеп жасаған түрі. Самсалардың формасын әртүрлі жасасаңыз болады өз қалауыңыз бойынша. Және асқабақ самса жасағанда басқа формамен, етпен басқа формамен жасасаңыздар да болады. Самсаның жасалу жолының басқа формасында комментарийде жазып қалдырып көрсетіп отырыңыздар өздеріңіздің жасайтын формамен. Енді түлпан самса деп аталса керек, сол самсаның жасалу жолын істеп көреміз. Мен де бұны алғаш жасап жатырмын. Негізі бұл самсаның жасалу түріне ет салып жасасаңыздар дұрыс болатын сияқты. Міне осылай бүктейміз. Одан соң астыңғы жағын осылай бүріп жабыстырып шығамыз. Міне осындай әдемі самса шығады. Менде күнжіт болмады. Бетіне тұқымның сарысын жағып болған соң күнжіт сепсеңіздер де самсаның көрінісі әдемі болады. Міне самсаларымызды бүгіп дайындадық. Енді табаға салуға дайындаймыз. Алдымен пергамент қағазын қойып майлап алдым. Табаның өзіне де қойсаңыздар болады. Самсаларымызға тұқымның сарысын жағып шығамыз. Ол самсаның әдемі қызарып пісуіне көмегін тигізеді. Турауға ерінбесеңіздер, бұл самсаның жасалуы өте оңай, әрі дәмді болып шығады, тәбетті ашады. Самсаларымызды табаға орналастырып болдық. Енді қызып тұрған пешке саламыз. Мен 4 формасында жасап көрдім самсаның. Самсаларымыз дайын болып пісіп шықты. Міне, құрметті көрермендер, жасап көріңіздер. Әдемі шығады, әрі оңай, әрі өте үй жағдайында тиімді.
бұл самсаны заказға жасасаңыздар да болады. Менімен бірге жасаңыздар. Құрметті достар, көңіл бөліп қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып қолдау көрсетіп кетіңіздер. Ас болсын.